Ассалаумағалейкум, құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінде бір ерекше тақырыптардың бірі. Лайк басып, каналға тіркеліп алыңыз ең алдымен. Лайк бастыңыз, бассаңыз шөбір баспайсыз. Все, бастаймыз онда. Жалпы байқасаңыздар, балам сәл затқа бүйтіп шошиды дейді. Или есігі ашып жабылады ғой, шошып кетеді бүйтіп. Или киімін шешіндіресің ғой, жерге қоясың ғой, тоже шошып кетеді. Немесе өз осырығынан өзі шошып кетеді кейбір балдар. Ол дұрыс па дейді да, не істейін дейді да. Это норма, қуаныңыз, ол нормальный. Балада реакция бар уже. Көрдіңіз ғой, керісінше шошымаса қорқу керек уже. Балада реакция жоқ па, қорқу керек. Ол кезде невропатолог, педиатр уже қарату керек. Түсіңіз ғой, ЗПР, ЗР, ЗМР деген бар. Опасный процесс. Керісінше сіздің балаңыз жыламаса қорқыңыз. Бейте, ешқандай реакция істемей ма? Ол уже не то. Ал жаңағындай жылап, кейде арасында жылайды ғой бала. Жылайды, или сәл жатқа шошиды, или жатырқайды. Это нормальный. Қалыпты жағдай. Кейбіреулер мысалы 4-5 айдан жатырқайды. Басқа үйде атасын көп көрмей қалса, мысалы әжесін көп көрмей қалса, бүйтіп көтерейін деп жатса, шыңғырып жібереді. Қалыпты жағдай, жатырқайды. Қолын шошиды сәл жатқа. Ерні дірілдейді. Мысалы, ерні дірілдейді, аяқтары дірілдейді, гипоксияның салдарынан да. Жалпы ол негізі нормальный дірілдеуде. Неврологическийде басында болады сондай. Соны сұрайды менен, короче, балам қолы сәл жатқа шошиды, киімін шешіндіремін, шошып кетеді. Не істесем болады, не дәрі берсем болады дейді. Мен врачпын ба саған? Врач болсам отпаймын ба кабинетте бір? Массажистпін ғой мен. Массажға сұрақ қойсаңдаршы маған достар, массажистпін ғой. Жалпы жаңағы ол нормальный, қорқатын зат емес шошуы да. Сәл жатқа шошып кетуі, қорқатын зат емес, короче айтқанда, бір сөзбен айтқанда. Сосын айтайын дегенім, жаңа айтып отырмыз ғой, бала шошиды сәл затқа деп ше. Балаға массаж жасайтын кезде де, мен мысалы бір қолына массаж істеймін ба, мына қолынан шошып кетеді да, мамасынан ұстап тұр дейсің. Или біреуге ұстап тұр дейсің, өзің массаж істейтін болсаң. Ол гипертонус қатты болса, сондай болады өзі. Бір қолына массаж істейсің ба, екінші қолына ал. Сосын жерге киімін шешесің ғой. Жай ғой, асықпа, ұстап тұр, үстіне киім қойып қой бүйтіп. Сәл жатқа шошып кетпес үшін де, жалпы нормальный деп жатқанмын ғой, қорқатын зат емес. Это норма. Вот қуаныңыз, сіз сондай реакция бар екеніне балаңызда. Кейбір ата-аналар балам ештеңе істемейді, жыламайды, жата береді. Сондай балдар бар. Вот соған қорқу керек те, короче ше. Сосын баланы көп басқызбаңыз аяғын. Бір айынан, 2 айынан бүйтіп басқыза береді де біреулер ше. Бұлай басқызбаңыздар, ошығына зиян ол. Мен айтудан жалықпаймын. Сіздер тыңдаудан жалықпаңыздар, мен айтудан жалықпаймын. Сосын дисплазияның белгісі бар жоғын қалай білеміз дейді да. Мына екі жақтың бірінші сызығы бар ғой, ше. Міне, мына бірінші сызығына қараймыз. Сосын екі жамбасының бірінші сызығына қараңыздар. Қалған сызықтар қатты маңызды емес. Түсіндіңіз ғой, и потом жайлап айналдырып қараңыз. Кішкене тізесін бүгесін де айналдырып қара. Айналған нормально. Айналдырған кезде де бүйтіп шошып кетеді кейбір балдар ше. Қолын ұстап тұр да біреуге. Сосын жай айналдырасын, бүгеміз. 1, 2, 3. Көрдің ба? Жай. Біреуге айналдырған кезде бермейді. Опа, что-то не то уже. Уже дисплазияның белгілерінің бірі. Немесе тонусы қатты болып тұрады. Екі жатын жай ашқан кезде 90 градусқа ашылып тұру керек. Ашпайды біреулер. Тұрып қалады бүйтіп. Уже екі жатын сіңірі қатты тартылып тұр деген сөз. 6 айында рентгенге түсіресің. Оған дейін өзі негізі 6 айдан дейін рентгенге түсірмейсің. Біреулер 3 айда 4 айында рентгенге түсіреді да. Дұрыс емес ол. 6 айында түсір рентген. Оған дейін массажын ала бер, ортопедке бір қаратып ал. Жалпы ақпарат пайдалы болған болса, каналға тіркеліп аламыз достар. Лайк басайық, каналға тіркелейік. Сізге арнап қақырық шығару сабағын дайындап қойдым. Мен баланың қақырығын 1 жасағынан шығарып тастаймын. Қазір жөтелі бар, білесіңдер, күн салқын. Жөтелі де кетеді, күшті болып қалады бар ғой. Ол қақырық шығару сабағын алу үшін экранда көрсетілген номерге 3000 теңге аударып жіберіңіз. Халық банк, WhatsApp, Каспи бәрі осы номерде. И сізді сол сабаққа қосып қоямын. Кейін сабаққа қарап, баланың қақырығын өзің жасап шығарсаң болады. Келесі сабақта жолыққанша.